Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен кілегейлі тұздықта дайындалатын тауық етінің тамағын бөліскелі отырмын. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен жуамызды майдалап турап алатын боламыз. Енді тавамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға жуамызды салып, қуырып алатын боламыз. 1 минуттың шамасында жеткілікті болады. Ендігі кезекте саңырау құлақтарымызды да турап, қуырып алатын боламыз. Үлкен көлемде турап сала беріңіздер. Ол піскен мезгілде кішірейіп қалатын болады. Шампиньондардың иісі де, дәмі де өте керемет болып шығады, достар. Тағамымызға ерекше дәм беріп тұрады. Тауық етінде салып, 1 минуттың шамасында қуырып алатын боламыз. Және тағамымыздың дәмін келтіретін тұз бұрышымызды да салуды ұмытпаңыздар. Қуырылып болған тағамымызға тұздығымызды да құямыз. Кілегейді 20% құйып, 30 минуттың шамасында пісіріп алатын боламыз. Өзге де ерекше тағамдардың рецептін жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Мінекей бүгінгі ерекше тағамымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға.